Баршаңызға сәлем. Бүгін мен Балнұр сіздермен бірге түйеөркеш майын қалай дәмді етіп тұздау керектігін бірге бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен қажетті осындай көлемде өркеш майымызды екі бөлікке бөліп қазанға салатын боламын. Бір бөлігін сорпаға қайнатып, дайын болған өркеш майымызды осылайша алып турайтын боламын. Піскен уақытта алып алсаңыздар болады, себебі қайнаған сайын өз көлемін жоғалтып, сорпаны майлы қылады. Осылайша турап алып, қазір қажетті қара бұрыш, қызыл бұрышты себетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, қысқы уақытта пайдалы тағамдардың бірі. Мінекей арнайы пергамент қағазында куркуманы сеуіп, аздап шымшым тұз салдым, себебі өркештің өзі тұздалған болғандықтан. Осылайша пергамент қағазына бір аптаға орап тоңазытқышқа салып қоятын боламын. Мінекей дайын болды. Бір апта уақыт өтті. Бір аптадан кейінгі түйеөркеш майының қандай түске боялғанын және де қандай болған бірге көретін боламыз. Өз қалауларыңызша осындай пияз қосып және кептірілген укроп сеуіп дайындасаңыздар болады. Өте дәмді, әдемі көрінеді. Ұнаса арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Рахмет.